Осындай қара суетпен ақ капроннан перде тігіп үйренеміз. Сәлем қыздар, біздер бүгін сіздермен бірге люверста перде тігіп үйренетін боламыз. Менің қолымда 6,5 метр сует деген материал. Соның екі шетін түзулеп алдым. Енді осы материалды тең жартысынан бөлеміз. Ол үшін мына жақты қиып алып, панникке қырқамыз, қыздар. Сол кезде сіздерге линейкада ештеңе керек болмайды. Міне, мынандай өзі линия түседі. Көрініп тұр ма? Соны аламыз да қырқамыз. Міне, екіге бөліп алдық. Енді кромкасын қырқып тастаймыз. Екі жақтан да кромкасын қырқып тастаймыз. Қыздар, енді перденің боковойын, люверс қоятын жағын тігетін боламыз. Кешегі сабақта мен велюрда көрсеткендей боковойды 5 сантиметр утюгтеп алсаңыздар, 2,5 қылып қайтарасыздар. Мына жақта енді тігінді енді бастап жатқан қыздарға айтатын советім 12 сантиметр істеп утюгтеп алсаңыздар болады. Не 12 сантиметр етіп утюгтеп алсаңыздар. Менде қойылатын люверсный лента 10 сантиметр. Он сантиметрі лентаға кетеді, 2 сантиметр ішке қарап подгиб болады. Мен өзім лично мынандай 12 сантиметр қайтарып утюгтемеймін. 2 сантиметр обязательно қайырып утюгтеп аламын. Сонда сіздерге мына лентаны тігуге ыңғайлы болады. Мынандай инемен заколоть етіп, потому что 2 сантиметр сылжып кетеді. Міне. Сонда мынау люверсный лента мына жағына тура келеді и сразу бүйтіп переворачивать етесіздер. Енді оны өздеріңіз ыңғайларыңызға қарайсыздар. Міне. 12 сантиметр. От начала до конца. Қыздар, енді люверсный лентаны инемен қадап шығамыз. Негізі люверсный лентаның 3-4 түрі болады. Менің қолымдағы ең қалыңы, ең мықтысы, бодан бостау, бодан жұмсақтау, бір тряпочный түрге ұқсағаны болады. Оны қыздар машинкаға салып пердеңізді жуатын болсаңыздар, жоқ болып кетеді. Сосын мына перденің формасын ұстамайтын болып қалады. Сосын люверсный лентаның және клей отырғызылғаны болады. Клеймен істесеңіздер де болады. Тігінді енді үйреніп жатырған қыздар. Бірақ ол да машинкеге салып жуғаннан кейін формасын терять етеді. Сол үшін мен ең мынандай қалың лентаны қолданамын. Енді міне 2 сантиметр етіп утюгтеп алдым подворот. Мынау 5 сантиметр боковой. Лентаны қойған кезде мен 5 сантиметр жеткізбеймін. Неге десеңіздер, мына жақта 2,5-ге 2,5 подворот болады боковой. Сол кезде бүйтіп әдем болып тігіліп кетеді. 5 сантиметр қалдырамыз. Негізі боковойды 3-ке 3 қылып 6 сантиметр қалдырсаңыздар, 6 сантиметр отступать етесіздер. Енді мына лентаны қойып алдық. Бүйтіп аударамыз. Мына жағын түзулейміз.
сөйтеміз да инемен бүйтіп қадап шығамыз. Міне, мына өзі әдемі болып. Міне, қыздар бүйтіп қадап кете береміз. Әр булавка қадайтын кезде бүйтіп тартып қойсаңыздар, әдемі шығады. Өстіп до конца кетеміз. Сосын машинкада стречить етеміз. Міне, мына жағы ровно түп-түзу болып шықты. Қыздар, міне полностью булавка қадап алдық. Енді мына лентаны тігетін боламыз. Қолымызбен ұстап отырамыз. Тартып отырамыз. Қыздар, міне полностью лентаны тігіп болдық. Енді мен айтқандай 2,5-ге 2,5 боковойды қайырамыз. Сонда көрдіңіздер ме, шоқ қандай аккуратно, әдемі болып шығады. Қыздар, боковой тігілді, өтектелді, люверсный лента тігілді, міне әдемі болып. Енді астын тігеміз. Заготовка жасап алдым. 10 сантиметр. Асты 5-те 5 болады. Қара мата болғандықтан көрініп жатыр деп ойлаймын сіздерге. Әне өстіп астын до конца тігіп аласыздар. Міне қыздар, перденің асты үтіктеп алсаңыздар, міне ровно шығады. Полностью ровно шықты. Енді тіккен жақтан екі жағынан закрепка береміз. Сол кезде мына ішіндегі мынау зат көрінбейтін болады. Міне шетіне қойып аламыз. Міне әдемі шықты. Қыздар, міне суеттің боковойын тігіп алдық. Люверсный лентаны тігіп алдық. Міне бәрі в идеале әдемі ровно болып шықты. Енді люверстің санын білу үшін оның әзір енін өлшейміз. Міне полностью рулетканы қоямыз. Мынаның ширинасы 2,91 болды. Қыздар, енді расчет люверсов аламыз. Қанша люверс біздерге керек? Менің пердемнің ширинасы 2,91. 2 метр 91 сантиметр. Міне. Әр пердеге
жұп количество істейміз. Значит, ол 6, 8, 10 дегендей. 2,91-ді бөлеміз 15-ке. 15 бұл мына кольцолардың расстояниясы. Осыдан аз болмау керек, мына 15-тен. 15 сантиметрдан көп болса болады, бірақ аз болмау керек. Так, енді 2,91-ді бөлеміз 15-ке. 19-да 4 шықты. Мына 19-да 4 деген бұл кольцоның количествосы. Округлять етсек 20 болады. Бірақ 20 істесек кольцоны біздерде 15 сантиметрдан аз болады. Сол үшін 18-ге бөлеміз. 2,91-ді бөлеміз 18 люверсқа. Сол кезде 16-да 2 деп айтайық. 2 сантиметр. Мына люверстардың расстояниясы 16-да 2 сантиметр болады. Мына жақ 2 боковойды шығару үшін 16-да 2-ні 2-ге бөлеміз. Сол кезде 8-де 1. 8 сантиметр. Мына жақта 8 сантиметр болады. Общее количество 18 люверс, 18 кольцо. Расстояние 16-да 2, боковой 8-да 1 сантиметр болады. Міне қыздар, боковой 8-де 1 линейканы қоямыз. 8-де 1 отмечать етеміз. Міне. Енді расстояние между кольцами 16-да 2. Міне 16-да 2. Келесіде 16-да 2 болады. Өйстіп біздер 18 кольцоның меткасын беруіміз керек. Міне қыздар, бәрін метка беріп шықтым. Енді мендегі люверс 6,5-дік диаметрі. Міне. Люверстің ашуын білесіз шығарсыздар. Міне 2-ге бөлінді. Мен бағана сіздерге айту есімнен шығып кетіпті. Люверс қадайтын кезде пердені теріс қаратып аламыз. Міне. Мынау оңы, мынау терісі. Енді мына кольцоны аламыз. Мынау бағана берген меткам дәл ортасында болу керек. Мен өзім лично кольцоны сызған кезде мына төбеден 3 сантиметр қалдырып сызам. Міне. Бүйтіп сызып аламыз. Енді мына қара бұғасын мен мелмен сызып жатырмын. Болмасам ручкамен сызса да болады. Міне төбеден 3 сантиметр и астынан 3 сантиметр қалып тұр. Көрдіңіздер ма? Мынау ровно посередине. Менің мына люверсный лентамда клей жоқ болғандықтан, мынандай материалым сылжып кетпесін деп, 2 ине қыстырып аламын. Мынаны 2 бүктеймін. Бүйтіп қиямын. Міне қыздар, мынау люверстің асты, мынау жоғарысы болады. Мына кругты люверсқа отырғызамыз. Міне идеально отырды. И өзінің бір звугы бар, щелчок. Міне қараңыздар. Әп-әдемі болып шықты. Келесін. Және солай істеп кете береміз. Міне өзінің мына жақта ашатын орны бар. Міне. Мынау асты, мынау жоғарысы. Қайтадан линейканы қоямыз. 3 сантиметр сызамыз. Болды, бәрін істеп кете береміз. Міне, мынау 3 сантиметр и асты 3 сантиметр по центру. Қадап алам бағанағыдай. Сол кезде материалым плотно тұрады. 2-ге бүктеп, мынау сызықтан шығамыз. 1-2 миллиметр міне.
көріністер ма? Мен сызған сызығым қалып кетті. Міне асты. Инен алып тастаймыз. Отырғызамыз кольцоға қиған кругты. Міне қыздар. Өстіп кете береміз. Келесінде сондай істейміз. Қыздар, міне 18 штук люверс шықты. Міне қара сует, белый капронмен әзір әдемі болып шығады.